Саясаткерлер мен бизнес өкілдері осы сауалға жауап іздеп көрді. Қазақстандық делегаттарды Әзербайжан астанасына үкімет басшысының бірінші орынбасары, өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев бастап барды. Алқалы жиында айтылған ойлар мен қабылданған шешімдер туралы тілшіміз баяндайды. Келер жылы бүкіл әлемдік экономикалық форум елімізде өтуі бек мүмкін. Бакуде өткен кезекті форумда халықаралық шараның негізін қалаушы әрі атқарушы төрағасы Клаус Швабтың өзі осындай ұсыныс жасады. Жалпы байрақты бас қосуға шартараптың қиыр-қиырынан жүздеген жоғары лауазым иелері мен алпауыт компаниялардың топ менеджерлер жиналды. Қазақстандық делегаттарды бастап барған үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев еліміздің Кавказ және Азия елдерімен энергетика, көлік инфрақұрылымы, сауда-саттық және өнеркәсіп салаларында байланысын бекемдеуге бел буып отырғандығын айтты. Қарапайым ғана мысал келтірейін, біз тек өткен жылы ғана Ресейге 300 мың теледидар жеткіздік. Бұрын соңды бізде бұндай жоғары көрсеткіш тіркелмеген еді. Біз өз мүдделерімізді ескере отырып, көршілерімізбен ықпалдасу арқылы нарықтың мүмкіншіліктерін барынша пайдаланып жатырмыз. Бұл арқылы кенжелеп қалған салаларымызды аяққа тұрғызбақпыз. Оңтүстік Кавказ және Орталық Азия елдерінің экономикасын біріздендіру мәселесі жиынның күн тәртібіне шығарылған негізгі тақырып. Бұл ретте форумға жиналғандар адам капиталына ерекше екпін берілу керектігін айтуда. Қазақстан дамыған елдер қатарына кіру үшін оқу және оқу керек. Адам капиталын дайындау бүгінгі таңда ең басты фактор болып табылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың осы бағыттағы Қазақстан 2030 жақында жарияланған Қазақстан 2050 стратегиясында бұл мақсаттар анық көрсетілген. Болашаққа көз жүгірту бұл нағыз көшбасшылық қасиет. Форум шеңберінде Бақытжан Сағынтаев Литваның премьер-министрімен екі жақты кездесу өткізіп, логистика және жүк тасымалы төңірегінде сөз қозғады. Тараптар бұл байланыстарды арттыруға Батыс Еуропа мен Батыс Қытай дәлізі тың серпін береріне сенім білдірді. Ал Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрімен кездесуінде бірінші вице-премьер жасыл энергетика саласындағы ынтымақтастыққа ерекше тоқталды. Бауыржан Бақытбекұлы, Аслан Қаженов, Жамбыл Зейнолла, Данияр Рамазанов, Берік Ақтан, Хабар, Баку.